Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің кезекті математика сабағымыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Сабағымыздың мақсаты сен есептерді теңдеу құрып шығарасың. Ой қозғау. Теңдеудің неше түрі бар? Күрделі, қарапайым. Салыстыру, ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Ұқсастығы екеуі де теңдеу. Айырмашылығы күрделі екі немесе көп амалмен орындалады. Қарапайым тек қана бір амалмен орындалады. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Ойын-сауық орталығындағы мұз айдында бірнеше бала коньки теуіп жүрді. Оларға тағы 15 бала келіп қосылғаннан соң мұз айдында 27 бала болды. Мұз айдында алғашында неше бала коньки теуіп жүрді? Балалар, бұл есепте не белгілі? Есепте не белгісіз? Есептің сұрағын мұқият оқы. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын дәптерге жазып орындайсың. Математикалық жұмбақ. Атадан 10 баламыз, бір жастан арамыз. Қосылып кейде басымыз, азайып кейде қаламыз. Бөлініп кейде арамыз, көбейіп те аламыз. Жауабы цифрлар. Келесі жұмбақ. Бірге барып класқа, бірге үйіңе қайтады. Оның бетін кім ашса, әр бағаңды айтады. Жауабы күнделік. Оқулықтағы 4-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. Логикалық тапсырма. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 осы сандарды төртбұрыштарға орналастыру керек. Жауабы 30 шығу керек. Бір санды 2 рет қолдануға болады. Оқулықтағы берілген 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Белгісіз санды x әріпімен белгілеп, теңдеу жаз және оны шеш. Теңдеулердің дұрыс жазылуы. Келесі тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Келесі қызықты тапсырмаға назар аударайық. 10 айырмашылықты тап. Үйге тапсырма 65-ші беттегі номер 3-ші есептің асы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.